Жалақы 60%-ға дейін өседі. Бұл туралы информбюро ақпарат таратты. Арнайы мақсаттағы бөлімшелердің әскери қызметшілерінің еңбекақысы 20%-ға дейін артады. 2023 жылдан бастап әскери қызметшілер жалақысы 60%-ға дейін өседі. Бұл туралы қорғаныс министрінің орынбасары Сұлтан Камалдинов айтты. Мемлекет басшысының тапсырмасымен 2023 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери қызметшілерінің лауазымдық жалақысы орта есеппен 60%-ға артады. Сондай-ақ келесі жылы Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің арнайы мақсаттағы бөлімшелеріндегі әскери қызметшілердің лауазымдық жалақысын 20%-ға арттыру жоспарланған, деді Сұлтан Камалдинов орталық коммуникация қызметі брифингде. Оның айтуынша, әскери қызметшілерді әлеуметтік қорғау мәселелерін жақсарту жұмыстарда қолға алынған. Үкімет 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қарулы күштер мен ұлттық ұланның ұшу құрамының лауазымдық жалақысын арттыруды, әскери медицина қызметкерлерінің ақшалай үлесін азаматтық медициналық мекемелеріндегі медицина қызметкерлерінің жалақысы деңгейіне жеткізуді, жоғары әскери оқу орындары оқытушыларының жалақысын азаматтық жоғары оқу орындарының деңгейіне дейін арттыруды, төтенше жағдайлар сараптаманы жою кезінде ақшалай қаражаттың ұлттық ұланмен және ИЭМ мен бірдей 3 еселенген мөлшерін мақұлдады, деді Сұлтан Камалдинов.